Қайырлы кеш, құрметті достар, баршаларыңызға. Мен қашаннан бері өзі аурудан көзім ашылмай, енді есімді жинап, осылай эфирға шығып, біраз өзімнің түйгенімді өздеріңізге жеткізу мақсатында осы видеоны палатада ешкім жоқ кезде түсірейін деп, осылай сіздерге көрсетіп жатырмын. Ең басты байлығымыз әрине біздің денсаулығымыз, сондықтан дені саудың жаны сау, дені саудың тәні сау, дені сау адам ғана жаңағы жұмысын жүргізе алады, дені сау адамның ғана энергиясы болады деген сияқты. Егер денсаулық болмаса, адамда ештеңе болмайды, жұмысың да жүрмейді, энергияң да өшеді. Бір сөзімді айтқанда, мысалы қуаты таусылған телефон бар ғой, тоқты алып, жаңағы шнурды алып розеткеге тығу керек. Сондай жағдайда болып, Құдайдың осына шүкір, өз-өзіме келдім. Біраз өз-өзіме жұмыс жасап жатырмын қазіргі таңда. Өзімнің жасаған қателіктерім барлығын прям отырып алып талдадым, не істедім, қай жерде дұрыс істедім, қай жерде дұрыс емес істедім деген сияқты. Енді не дейді, өмір болғаннан кейін барлығын Алла тағалам бізге көрсетеді, жан-жақтан, адамнан болсын, жаңағы бағытынан болсын. Ең бастысы, мақсатың дұрыс болса, сол мақсатқа жету үшін жаңағы бағытыңды өзгерт, бірақ мақсатың жайына қалсын дейді. Сол сияқты мақсат Құдайға шүкір жетеді. Таудай талап бергенше бармақтай бақ бер деп Алла тағаламнан бақ сұрап, біліп білмей жасаған күнәмді кешір Алла деп Аллаға жалынып, күнделікті таңертең шүкіршілік айтумен, кешке алғыс айтумен өзіме жаңағы стратегия қойып, жаңағы жайлап енді жұмысымды қолға алып жатырмын. Негізі 2022-де өздеріңіз білетін платформадан басталды ғой енді. Негізі оған дейінде неше түрлі тоқпақтардың бәрін жеген адаммын ғой, бірақ ол тоқпақтарды жеген кездегі жағдайыммен кейінгі соқпаққа түскен. Ол кезде енді бізде барлығы монетада болды, бүкіл активті монетада жинақтадық. Оның алдында осы платформаға келмей тұрып, қанша жерден обучение алып, өзіммен жаңағы жұмыс істегеннің өзінде қандай қателіктер жібердім да. Өзім ойлап қоямын, мен өзіммен жұмыс жасап, қанша жерден жаңағы қаржылық сауаттылық, инвестициялық сауаттылық деген сияқты сабақтарды ала отырып, осындай үлкен қате жібердім. Ізденбеген адамдар күнделікті күйбең тірлікпен таңертең тұрады, жұмысқа барады, кәдімгі ходячий робот, жүретін роботтар ғой. Мен де солай болған уақытында, сондай ходячий роботтың арқасында, мен негізі Шымкент жақтың тумасымын ғой, әрдайым айтып жүремін. Астана қаласына барып, аяғымды қатты суықтатып, сол суықтаған аяғым менің күйбең тірлікпен қарамай, уақытысында ем алмай, асқынып кете берген аяғымның кожасы деген вообще жұқарып, қан айналу процесі жақсы жүрмей, одан дөңгелетіп, анда жібереді, мында жібереді. Енді жамандасаң өзіңе тиеді. Дұрыс ем алмағанның арқасында, дұрыс диагнозын қоймаған арқасында санасам биыл 13 жыл болыпты жанымның қиналғанына. Сосын өзім уже күшім жоқ. Өз-өзіме айтып отырмын ғой, не жатыс, не ем жоқ, не басқа жоқ. Өлдім ба сонша? Күйген не күйіп кетсін, нормальный ем алу керек маған деп, қазіргі таңда Құдайдың осына шүкір емімді алып, енді ары қарай тағы да мамандарға жіберіп жатыр. Қосымша мамандарға. Бір сөзбен айтқанда, өз-өзімен жұмыс жасап жатырмын. Бірінші өзімді жарылқап алайын, өзім жарылқап алайын. Сонда ғана менің жұмысым жүретініне. Біреулер айтады, бірінші өзіңді жақсы көре керексің, өзің арқылы келеді депші. Ол бәрі сөздер ғой, шын мәнінде өзің жақсы көру деген өзің денсаулығыңа қарау, өзіңнің қажеттілігіңді өзіңе жеткізе білу деген сөз ғой, жақсы көру деген. Отырып алып айнаға қарап, мен сұлумын, мен әдемімін емес. Сондықтан осылай өз-өзімді қолға алып, мен осылай өзімді қолға алған кезде жан-жақтан жаңағы сондай ақпараттар, поток ақпараттар келіп жатыр. Мысалы, сен былай жолың болмаса былай істе, былай жолың болмаса былай істе, ютубтан да ізденесің, инстаграмнан да жаңағы энергетикалық поток, экстрасенстар тыңдап кетесің, короче. Біреулер өлейін деп жатыр, біреу айтады, 60-тан асып кеткен кісі жаңағы прямой эфирді тыңдап отырмын, өлгім келді, ештеңе көзіме көрінбей, ол да өзінің стрессіне түсіп кеткен. Негізі адам баласы жауы адамның өзі ғой негізі. Жау бізге жан-жақтан келмейді, бірінші жау бізге ішімізден келеді. Яғни біздің ой санамыздың жеткенін істейміз да, ой санамызды реттеп алуымыз керек екен ең бастысы. Мысалы біз көздеген мақсатыңызға қол жеткізу үшін сіз не істеу керексіз? Яғни сіз өзіңізбен кәдімгідей отырасыз да,
тып-тыныштықта, тып-тыныштық бізде таңертең де болады ғой, басқа жерде күйбең тірлік. Мысалы мен қазір видео жазып жатырмын, жан жақта шум да. Яғни тып-тыныштық сәтте прям аласыз да өзіңізге, біреуге айта алмайсыз, балаңызға айта алмайсыз, жолдасыңызға айта алмайсыз. Мысалшы, сіздің жаныңызды өзіңізден артық ешкім түсінбейді. Яғни сіздің жаныңызды блокнот түсінеді, ручка түсінеді, аласыз да прям жазасыз ғой отырып алып. Өзіңіздің қателіктеріңізді бір бетке, өзіңіздің жақсылықтарыңызды, өзіңіздің көңіліңіздің көншіген жерін, көншімеген жерін деген сияқты осылай бәрін реттеп аласыз. Өзіңізді Алла тағаламға қарай бет бұрасыз кәдімгідей. Мен өзім солай шықтым. Қатты стресс болды ғой менде де, қатты, өте қатты, прям стресстен стресс. Не дейді, 49, қазір 50-ге келдім ғой, 49 жастан Алла тағалам аман есен өткізе көр, себебі ол енді бәрібір жаңағы орта жас қой. Енді орта жаста бізді жақсылап тұрып шайқайды негізі. Сондай шайқаудан аман есен өткізе көр деп, прям сондайдың бәрінен Құдайдың мұнысына шүкір, Алла тағаламның бұндай күн бергеніне шүкір, бұндай білім бергеніне шүкір, бұндай сана бергеніне шүкір, бұндай ілім бергеніне шүкір, бұндай адамдармен мені жолықтырып, маған ол адамдар арқылы сабақ бергеніне шүкіршілік айтуды ары қарай жалғастырып, бүкіл алған жаңағы өзімнің неме, қалай деп айтсам екен, өзімнің бүкіл алған жаңа білімдеріме рахметімді айтып, алғысымды айтып, осылай өздеріңізге видео арқылы жеткізіп отырмын. Ең бастысы айтайын дегенім, құрметті замандастар, қазіргі таңда мен өзім жаңағы енді цифрлы бағыт деген менің негізгі махаббатым цифрлы бағыт қой, бірақ менің жасап жатырған цифрлы бағытымды екінің бірі түсінбейді. Мысалы мен жаңағы осылай жаңағы бос уақытымда, мысалы қазіргі таңда отырып алып Максим Темченконы тыңдап отырмын. Негізі жаңа интернет жақсы алмай жатыр, содан сразу видео түсіруге кірісіп кеттім. Яғни больницада қазір ешкім жоқ, елдің бәрі көшеге шығып кетті, іштері пісіп, мен ешқайда бармай отырамын деп жаңағы қалып кеттім. 90 ауыз сөздің толықтай түйін айтайын дегенім, бұл жерде ең бастысы жаңағы сәл жай отырайын. Ең бастысы жаңағы өз-өзімді қолға алып, цифрлы бағытты әрине тастамаймын. Оған салуға енді әрине ақша керек қой. Ақша бізде тек қана бизнесте келеді. Яғни бизнесте келетін ақшаны дұрыс бизнес тауып, ары қарай соны келтіре білу керек та. Содан көп ойланып, бизнесте қазіргі таңда мен негізі алдыңғы видеоларда да айтып кеткем, өзімнің күнделікті қажеттілігімен бизнес жасау мүмкіндігі. Өзімнің күнделікті қажеттілігімен бизнес жасау мүмкіндігін таңдадым. Себебі қазіргі таңда бүкіл аурулар бар. Мысалы мен дәл қазір жаңағы кожный тер ауруларының арасында жатырмын да. Яғни бүкіл аурулар біздің химиялық өнімнен келеді. Біздің жататын төсегіміз болсын, пайдаланған заттарымыз болсын. Сондықтан ең басты байлық денсаулық екенін бәрі біледі, бірақ сол денсаулықтың қадірін ешкім білмейді да. Оны тек ауырған адам біледі. Сондықтан дәл қазір мен тыңдап отырған отандастарыма айтарым, бизнесте жаңағы күнделікті өзіміздің қажеттілігімізден бизнес жасау мүмкіндігіне егер қосылуға ниетті болсаңыздар, қосылыңыздар. Жоқ, менің ниетім жоқ десеңіздер, әрине әркім өзі біледі. Сол саланы таңдадым. Ары қарай цифрлық бағытты, например, биржаға тіркелу, цифрлы кошелекпен жұмыс жасау деген сияқты бағытта параллельді түрде бұл саланы, именно цифрлық саланы үйренгісі келетін адамдармен бөлек жұмыс жасаймын. Енді мысалы мен керек емес, маған Greenleaf, енді мен продукт бизнес Greenleaf қой, маған Greenleaf керек емес, маған ол түк қызық емес десе, мен оған цифрлы бағытты үйрететін боламын. Яғни міндетті түрде маған хабарласып кетіңіздер, 8778-450-40. Яғни бұл салада, мысалы биржаға тіркелу, кошелек ашу, осының барлығын өзім үйрететін боламын. Оның барлығын негізі қазір уже қарқынды түрде дамып жатыр. Бізде Международный финансовый центр Астанада өткенде мысалы Павел Дуров келіп, келісім шартқа отырып, біздің Қазақстанда лицензиямен тіркелген биржа, сол биржаға тонкоинді листинг, яғни сатуға болатын мүмкіндікті бізге паш етіп кетті. Осы 2-3 күннің ішінде өзім как раз осы больницада жатып бәрін көріп отырмын. Яғни қазіргі таңда бұл сала қарқынды түрде дамиды. Содан кейін YouTube арқылы мен даже ол туралы информацияларды қойып қойдым. NFT, яғни жаңа Швейцарияда өзінің компаниясын тіркеп, Өзбекстаннан плантация алып, қазіргі таңда мебельге, болашақта мебель жасауға пайдалануға болатын өнімдерді жаңа тал ретінде, мысалы сіз бір тал сатып аласыз, оны NFT ретінде, ол NFT-ға оплатаны сіз смарт
контракт арқылы полигонның блокчейнінен төлейді екенсіз. Мен өзім енді танысып жатырмын оны актив ретінде болашақта жинақтаймын деген өзіме жоспар құрып алдым. Одан кейін менде цифрлы бағыт бар, Bitbond цифрлы актив, яғни оны 2017-тен бастап цифрлы актив ретінде жинақтап жатырмын. Ол жердегі ақшам жатыр, активтің санын көбейтіп жатырмын. Болашақта олардың құны өскенде маған үлкен ақша береді. Дәл қазір ол маған ақша берейін деп тұрған жоқ. Сондықтан ол саланы да жалғастырып жатырмын. Яғни Bitbond жақта Simcord платформасында қазіргі таңда обучение сатылып жатыр. $590, ол қазір 590, ертең 600-700 мың болып өсіп кетеді. Яғни 3 жыл көлемінде сіз $590 қазіргі жаңа мамандықты өзіңіздің жеке кабинетіңізден ары қарай меңгеретін боласыз. Бір сөзбен айтқанда өзіңіздің біліміңізді дамытасыз. $590 өзіңізге білім сатып аласыз. Егер оған қызықсаңыздар, шығыңыздар, мен сіздерге оны қалай алуды барлығын үйрететін боламын. Яғни менің салам қазіргі таңда основной сала, негізгі сала, болашағыма капитал жинақтау саласы, ол цифрлық сала. Себебі бұл саладан наоборот қарқынды түрде дамып жатыр. 2022 жылы жаңағы мен жасаған платформада қазіргі таңда Ultima Smart Coin платформасы, ол платформаны мүлде тастамаймын. Себебі ол платформа осы жақын арада өзінің ойынын шығарайын деп жатыр. Яғни бізде алдын болды, Notcoin болды, Hamster Combat болды, қазіргі таңда сондай тапылки деген көбейіп кетті ғой. Сол тапылкиларды басу арқылы біздің де платформа өзінің ойынын шығарады. Яғни бұл жерге келесіз, тіркелесіз, тапылки арқылы ары қарай платформадан өз үлесіңізді аласыз. Яғни фундаменталды монетасын осындай ойындардың түрімен ары қарай дамытайын деп жатыр. Айтайын дегенім, осы цифрлы саланы үйренгісі келетін адамдарға, енді ол әрине аз адам болады, себебі адамдар дайын емес, бизнеске де дайын емес, цифрлы сала былай тұрсын. Оларға бөлек өзіме группа ашып үйрететін боламын. Бұрыннан Ultima мен Smartқа қызығып, ақшаларын Ultimада ұстап отырған командаларда бізде отдельный чат бар, ол жерде бүкіл информацияны жіберіп отырмын. Егер сіздер смарттарыңызды жинап отырған болсаңыздар, ертең 1 июльден бастап смарт ашылады бұйырса. Одан кейін ары қарай кабинеттеріңізге шығарып, кошелектарыңызға, смарт валет кошелекқа шығарып ұстап отырсаңыздар да болады. Болашақта стейкинг функциясын қосады. Қазіргі таңда ары қарай компания сплейтинг, стейкинг, энергетика, пропускная способность дегендердің бәрін қосып жатыр ғой. Оған қосымша тағы смарт койынның өзінің санын көбейтетін мүмкіндік береді. Одан кейін биржада қазір смарт койынның бағасы өте төмен, сондықтан биржадағы смарт койынның бағасына төмен бағада сатсаңыздар жоғалтасыздар. Мысалы мен өзім ақша арасында керек кезінде саттым, в основном сатпай отырмын да, бір сөзбен айтқанда. Яғни смарт койынды ертең болашақта 1 жылға жауып тастайды кабинеттен. plcswapping.com деген сайтта 1 жыл смарт койын жауып тұрады. Бір сөзбен айтқанда, смарт койын Ultima бұл фундаментальный монета болып ары қарай дамиды. Яғни қазіргі таңда менің мақсатым фундаменталды монета жинақтағысы келіп, болашағына капитал жинақтағысы келетін қарапайым отандастарымызға осындай мүмкіндікті ары қарай үйрету. Ол отандасымыздың бірақ санасы дайын болу керек. Яғни менің миымды аштып, мынау қандай емес, өзі іздену керек. Ол отандасымыз өзі іздену керек. Себебі мен осы уақытқа дейін адамдарға мынаны бүйт, ананы үйт деп іші бауырына кіріп кеткенімнен жақсылап тұрып таяқ жедім, жақсылап тұрып. Себебі жауапкершіліктің бәрін өз мойныма алып алғам. Ол ештеңені түсінбеген, ол түсінбеген адам менің миымды ашта берген, ол стресс, плюс еще мына жағымда өзімнің аяғым не подарок. Соның барлығы қосылған кезде кәдімгідей мен денсаулығымнан жан-жақтан шапты ғой. Не былай жұмысым жүрмейді, не аяғым реттелмейді. Кәдімгідей бүкіл энергиям шашырап кетті. Кәдімгідей шашылдым мен. Ойлап қоям, 50-ден кейін адам деген шуруптар мен гайкалар босап кетеді екен ғой бұл адамдардың деп. На самом деле жауапкершілікті көп өз мойныма алып қойғам. Әрине жаңағы елдің барлығына жаным ашып, жаңағы айтады ғой, Алла тағаламның функциясын алып алғансын өзі мойныңа депші. Сондықтан Алла бізді есіркесін, Алла біздің санамызды дамытсын. Әр адам өзі жауапкершілігін алып, өз мойнына алып, өзін дамытуға әрекет жасап қадам басатын болса, біз міндетті түрде әр адам өзінің кірген шұңқырынан шығады. Айтады ғой, жақсылық болса Алладан, жамандық болса өзіңнен деп. Яғни адам баласы өзіне келген жамандықты Алла тағаламнан келген вызов. Міне, сен неге бұлай әрекет жасадың, сенікі дұрыс емес деп саған вызов тастап жатыр Алла тағалам. Сол вызовты өзіңе қабылдай алу керексің. Мен сияқты, мысалы, мен қабылдадым. Алла тағаламның барлық көрсеткен күніне шүкіршілік, барлық жіберген жаңағы
сабақтарымды қабыл алдым, алла деп қабылдадым. Сол сияқты сіздер де солай қабылдай алсаңыздар, мен әлі тығырықтан шыққан жоқпын, бұйырса шығамын. Алла тағаламның көмегімен, өзімнің әрекетіммен, иә. Сондықтан сондай тығырықтан шығуға ниетті адамдармен ары қарай жұмысымызды жалғастырамыз. Ал бизнесті мен Greenleafпен ары қарай жалғастыратын боламын. Тағы да басқа бір-екі бизнестер предлагать етіп жатыр. Арасында лайк басып, подпискадан ақша түсіп тұрады деген сияқты, оны міндетті түрде қараймын. Ол жерде күнделікті табыс түседі. Самый минимум $50 бастауға болады деп жатыр. Енді оны көру керек. Оны енді уақыт бөліп көру керек болып тұр. Сондықтан мен ол туралы дәл қазір айтып тұрған жоқпын. Яғни қазіргі таңда бизнеске өзім бір саланы таптым. Алдында аманат драйвта да қатты ойым кетіп, қосымша жүргізу керек еді деп ойлаған едім. Қазірше аманат драйвқа қарауға шамам жоқ екен. Шашылып кетеді екен. Бірінші бір бизнесті тұрғызып реттеп алуым керек екен да. Сондықтан бұйырса, Құдай қаласа, Аллам берері көп болсын. Самый главный, ішінде ниетім бар ғой. Орысша сөйлемей қоспайын десең де кіріп кетеді ғой орысша. Ішіндегі ниетім түзу ғой. Ниетім аяқтан тұру. Сондықтан мен сияқты ниеті түзу, аяқтан тұрғысы келетін, өзіне жауапкершілік алғысы келетін, өз бизнесін дөңгелеткісі келетін араларыңызда адамдар болса, маған шығыңыздар. 8-7-78-450-40 бірге жұмыс жасаймыз. Менің басты мақсатым өзімді қолға алып, өз жауапкершілігімді қолға алып, өзімді дамытудан жалықпай, бизнесімді алға қарай жаңағы сүре ғой, бір сөзбен айтқанда. Күндеріңізге сәттілік тілеймін. Видео ұнап жатса, міндетті түрде лайк басып, комментарийға өз ойларыңызды қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Баршаларыңыздың дендеріңізге саулық, тәндеріңізге саулық, жандарыңызға саулық. Бір сөзбен айтқанда, аман болыңыздар, жауапкершілік алып үйреніңіздер. Өз тығырықтарыңыздан тек қана өздеріңіз ғана шыға алатындарыңызды тағы да бір рет естеріңізге түсіріп қойғым келіп тұр. Тығырықтан шыға білейік. Ел жұрттың көрсеткен қазіргі таңда үлкен миллиардтарды бағындырған көп қой біздің жан-жағымызда адамдар. Сол адамдардың жасағанын біз де жасай аламыз. Ең бастысы жаңағы айтады ғой, бірінші кезекте жауапкершілік, екінші кезекте білім, тәртіп, табандылық, содан міндетті түрде нәтиже шығатын болады. Сондықтан бүгін 30 маусым екен, 2024 жыл. Мен как раз осы видеоны түсіріп отырмын. 30 маусым, міне жаздың уже бір ай кетіп бара жатыр. Бұйырса 2 ай бар, ары қарай күз. 2024 бізді тек қана ары қарай өмірімізді жақсылыққа баулысын деген ниетпен өздеріңізбен қоштасамын. Назарларыңыз үшін үлкен рахмет. Ақпарат керек болса, комментарийға жазып, жаңағы биржаларға тіркелу анау-мынауды уже жайлап ссылкаларды мен описанияға қоятын боламын. Міндетті түрде описанияға өтіп, биржаларға тіркелуді бастай берсеңіздер болады. Биржалардың ссылкасын қоямын. Bybit, Binance, MEX деген сияқты бүкіл биржаларын. Сөйтіп, ары қарай қалай жұмыс жасауды үйренуге ниетті адамдармен жұмысымды ары қарай жалғастырамын.